Hello my friends, how are you today? Балалар, бүгін бізде тағы да бір менің жақсы ағылшын тілін өте жақсы үздік оқитын оқушыларымның бірі қонақта. Бүгін біз одан ағылшын тілін қалай оқуға болады, қалай үйренуге болады, қалай жазып үйренуге болады, сол туралы сұхбат алатын боламыз және оның ағылшынша қалай оқи алатынын тексеретін боламыз. Ендеше ең соңында ол бізге қалай үйренгенін айтатын болады. Сол үшін видеоны соңына дейін қарап және лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Can you introduce yourself? What's your name? My name is Ibrahim. Okay. Ibrahim, how old are you? I am 6. Okay, nice. Ендеше Ыбырайға ең бірінші сөздерді сұрап алайық. Қандай сөздерді Ыбырай біледі екен, иә? What is it, Ыбырай? Hat. It is a hat. Okay, nice. What is it? Is net. It is a net. Nice. What is it? Is fat. Fat. Okay. What is it? Is mat. It is a mat. Ол барлық сөздердің ағылшыншасын айта алады екен, ал енді біз оны ағылшыншасын жаза алады ма екен, соны тексеріп көреміз, иә? Сен қаламды алып, осы сөздерді жазып бер. Балалар, Ыбырай айтты, жазды, енді оның қаншалықты дұрыс жазған тексеріп көреміз, иә? Ашып көреміз. Ең бірінші сөз hat, дұрыс жазған. Екінші сөз net, дұрыс жазған. Және fat, дұрыс жазған. Келесі сөз mat, барлығы дұрыс жазған. Ыбырай, сен 6 жасыңда осылай барлығын дұрыс жазуды, дұрыс айтуды ағылшынша қалай үйрендің? Бізге айтып бересің бе? Мен оны кітаптан үйрендім. Оның ішінде әріптің бәрі бар. Маған ұнайтын әріп әріп. Бұл қандай әріп? Т. Тыны біз қалай айтуымыз керек? Оқушыларға көрсетші. Бұл әріпті білу үшін айнаға қарап, қайталап үйренсе болады. Мына жерде, яғни не көрсетілген, қалай айту керек екені көрсетілген, иә? Және көрсетші маған, қалай айтасың сен оны? Т. Окей. Ал Ыбырай, Т дыбысын айтып болғаннан кейін не істейміз енді ары қарай? Оқимыз. Бірінші 2 сөз жаттаймыз, иә? Қандай сөз мынау? Теннис. Мынау? Tiger. Окей. Содан кейін біз жазуымыз керек, иә? Жазған кезде біз немен жазамыз? Мынау не? Бал. Таяқша. Таяқшаларың қайда сенің? Міне, таяқшаны үстіне қойып, ручканы қолымызға алмай тұрып, біз бірінші таяқшамен Т әріпін жазып аламыз, е? Жақсы, молодец. Ал мынау не? Мына жерде не істеу керек? Лабиринттен әріптерді шығару керек. Қолымен көрсетші, қалай табамыз? Мына жерден бастап, иә? Старттан бастап біз финишке жетуіміз керек. Тек қана Т-ның үстін басуымыз керек, е? Бұл жаттығулар сонымен қатар логиканы дамытады. Мына жолмен балалар біз бірнеше рет жүріп өтеміз, е? Бірінші біз ақырын жүреміз, екінші тезірек жүреміз, одан кейін одан да қатты жүреміз, е? Ендеше кеттік, бірінші ақырын жүріп көрейік. Әт. Енді тезірек. Әт. Тағы да бір рет тезірек. Әт. Енді қатты. Әт. Тағы бір рет қатты жүрікші. Әт. Енді тура осылай қолыңды қойып оқышы. Енді қолымызды қоямыз. Әт. Окей, thank you. Мінекей балалар, біз осылай әріптерді қосып оқып үйренеміз. Ыбырай бірнеше әріпті қосып оқи алады. Қазір біз одан да қиындау тапсырмаларды беріп көрейік, е? Қазір біз мына жердегі Ыбырай бізге оқып көрсетеді, е? Ыбырай? Мат, фат. Енді қолмен жүргіземіз. Мат, хат, фат. Окей, nice. Ыбырай, саған осы кітаппен оқыған ұнайды ма? Иә. Не ұнайды саған осы кітаппен тағы да? Маған кітаптың ішіндегі қағаздардан кесіп, жабыстырып,
жаттаған ұнайды. Мысалға, мынандай бетті біз кесіп не істейміз, не жасаймыз содан? Трактор. Мынау сенің жасаған жұмысың, иә? Бұл не? What is it? Трактор. Қалай жаттаймыз оны? Трактор. Okay, nice. What is it? House. Okay, nice. What is it? Flower. Okay, nice. What is it? Mouse. Okay, nice. What is it? Egg. Балалар, сендер де осылай ағылшын тілінен 6 жастарыңнан бастап еркін оқып, еркін жазып, және көптеген сөздерді жаттап, оңай жаттап аласыздар. Және мынандай сияқты поделкаларды жасай аласыздар. Бұл кітапты жүктеп алу үшін менің телеграм каналына өтіңіздер. Goodbye, children. Goodbye.